Жігітім, мұнда кел қане. Не болып қалды жігіттер? Қалтаңдағы ақшаларды шығар қане. Енді оразамын ашуландырмаңдар. Бізге қызық емес. Онда мен саған бұнжақ. Тоқта нақырыз. Бұда сұл емес пе? Ламали KZ сандықтары сіздің пайдаңызға жарайды. Сонымен қатар үйіңізге көрік береді. Тұрмысқа шыққан қызыңыздың артынан апарсаңыз, құдаларыңыз шок болып қалады. Айтпақшы, доставкамен жұмыс жасайды. Таза ауылдың темасы. Қақы, Дарияға? Не бар дарады, кірге кір. Балдарым шомып қайдан бар? Кір демеге. Қош деді, барып келесің өміріз. Кір деме саған. Барып кел, шәке. Ауың дайыны. На балон дәу отырақна. Кеше мектепте сиіп қойыпсың ғой, Қош, кім айтып атырын, қош. Нұрдәулет айтты ғой кластардың, көлдет жүр деп отыр. Айбе, Нұрдәулетіңіз кеше ғана сүйді ғой, бәрін сүйді. Са бірге сиіпсіңдер ғой. Тәтен мен рахат күстіп пен, тәте. Болмайтын ау. Қыстағы жаман көлештің бәрін әккел жағы жүреміз баняға. Алматыға дейін жаяу бараласың ба, 2 миллион берсе? Жоқ, ояқа бір өзің, барамын декше, өліп қаласың бір өзің. Жоқ, жанында бір машина жүріп отырады. Қазір нердің ғылы шығады, табаныңа жағамыз қатып жүгіресің. 9, 10, артқа тығылшық, алдыға тығылшық, твай. Достар, Жездухадағы Қанат бүгін өзінің қызына сөз салды. Қанат үйленіп жатыр, ал енді Айжамал әпкемнің қал жағдайы қалай болмақ? Сол күндер қайда қалды? Түн жапты айналамды ұмытпа. Ол негізі 24 кәсегі ғой, біз думасымыз жоқ ғой. Неғып біз олға теңге шығару керек. Өткенде проблема дейсің. Буламын көбескен алыңыз. Ассалаумағалейкум жігіттер. Уалейкум ассалам. Че там танымадық қой? Ака, танысамыз. Да, мен есімім Нәби. Менің атым Мадияр. Маған сенің есіміңе түсіндің бе? В смысле еб? Мен қарындасым ренжітіпсіңдер. Үйлеріңде әпке қарындастарың жоқ па не? Сен не шатасып тұрсың е? Қызыл көк түсті нот адамыз, қап-қара кет адамыз, ақ-қара лент адамыз. Тайтыр айымға досым, ағайындарға тосың, ренжітпеуге тырысамыз, бірден көңіл күйге қосың. Автоматты түрде лаулай, алыстағы кила шалғай, қасымызда неге қалмай, бәлкім содан шабыт алмай. Менің ең кішкентай қарындасым не істеп жатыр, Әлемдегі ең сұлу қыз ғой. Жата настырың жоқ. Бір үйленшіді ма? Мен күліп жүрген. Рыжый. Наби, сен тағы да төбелесіп келгенсің ба? Саған бірдеңе алып келдім айтпақшы. Хоп. Қалай, әдемі ба? Әдемі. Қойш, серьезно. Мына аяқ киім маған түк жараспайды ғой. Қой жарасып тұр ғой.
Tamam өзіңе құйып қойғандай. Неге өйтіп айтасың? Қаланың видін қарашы. Әдемі, ә? Маған көрінбей тұр. Қалай? Көрінді ме енді? Иә, әдемі. Есімді. Сен темекіні тастамағансың ба? Үстіне иіс шығып тұр ғой. Бағана машинада таксистарға темекі шеккен, содан үстіме сіңіп қалған ғой. Өтірікші. Ата-анамыз тірі болғанда солар айтып беретін едім. Жерге түсіп бір тебейін баласынан. Сенбедің әр күн бергенде ақыл қорынмен. Мен кеттім. Келе ме кешке? Абайлаш, жүрегім жаман нәрсені сезіп отыр. Қайғайдан айта бермеш. Мандарин жейсің ба? Мандарин әкіп берейін бе? Обеден сен ба, өтсінші машина. Енді өтірік бандит болып тұрсың. Ойнап аттық, родной. Менің бойым мүмкін бұл менің түсім, бірақ сен менің түсім. Че там бақа не жалып қалып отыр? Нормально, родной. Сенде ше сықи? Шүкір жүріп атқан ғой. Брат, мандарин емес, мандарин жейік. Саған біз сол сестеренкі ме? Неғып темекі шеге бересің сен? Ертең бір жерін тұрмай қалады ана. Сен ден саулығың ба, нең бар ма? Просто родной боласын айтып отырмын, а так өзің білесің. Өзің білемін. Өзім білемін. Бетик. Музыка қош, қалаға шығайық. Сөйтекші, жүрекші. Неғып тұрқын осы? Сары жасыл қызыл көк түсті нотадамыз, қап-қара кетадамыз, ақ-қара лентадамыз. Тайтыр айымға досым, ағайындарға тосын, ренжітпеуге тырысамыз, бірден көңіл күйге қосын. Жотам жігіттер бірдеңе өзгертпейміз ба? Мысалға не өзгертеміз? Мысалға ақша тауып шамала, аяққа тұрып деген сияқты. Не істейміз ақшаны? Бәрі чеки-пеки ғой. Чеки-пуки болса мен қандасым емде онда. Сен байсың ғой. Брат, блогерлер жазып көрмедің ба? Айтпақшы, серьезно, блогерлерге жазып көрсей? Білмеймін мен блогерлерді. Ойланып көрмеппін. Көрем о. Мен үйге апарып тұршы, брат. Сөз мен. Қандасым күтіп болды еще. Кеткі. Жаныма. Мен әкім балдар ма? Яу, эй, жастықпен қасіле кетіп қалды, қайталанбайды мен жеңіске бәстікке. Уақыт барды пайдаланайын, кенеттен өзгерген мәселе сан алмайды мен сендерді рухани тербетем.